Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» өлеңіндегі Абайдың өкініші. Сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы көтерілген мәселені ғибратта анықтау. Ақыл азбайды, білім тозбайды. Білекті бірді шығар, білімді мыңды шығар. Оқу білім қазығы, білім өмір азығы. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні кәріп. Оқу білім жайындағы мақал мәтелдер бойынша мағынасын ашып, өз ойларыңызды білдіріңіздер. Сіздердің ойларыңызбен біздің ықтимал жауап тура келеді деп ойлаймыз. Мақал мәтел ақылына ақыл қосатын, жарқын болашағына дұрыс бағыт сілтейтін, өмірді танытатын қамқоршы. Халықтың өмір сүру барысындағы барлық тәжірибенің өнегелі өсиеттері айтылған, халық даналығы сақталған. Мақал мәтелдерді жастарға керегі оқу білім екені баса айтылған. Демек, білім адамзат мәдениетінің ең ауқымды ұғымдарының бірі болып табылады. Өлең туралы мәліметпен танысайық. Абай Құнанбаевтың ғылым білім тақырыбына арналған «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» өлеңі 1885 жылы жазылған. Бұл өлеңді жазғанда ақын 40 жаста. Өлеңнің идеясы білім ғылым. Ақынның жас кезінде ғылым білім іздемегеніне өкініші көрінеді. Ол өкініш өлең шумақтарында қолымды мезгілінен кеш сермедім десе, бұған кінәлі жазалы кім деп сұрақ қояды. Қолымды дөп сермесем өстермедім деп жауапты да өзі береді. Бірақ қолын кеш сермеген Абай өмір сүрген ортада өз замандастарынан, тұстастарынан білімді екені белгілі. Оны да осы өлеңінде өзімде басқа шауып төс көрледім, қазаққа қара сөзде дес бермедім деуінен байқауға болады. Өлеңдегі сөздермен жұмыс жасайық. Мақұрым, еш нәрседен хабардар болмау. Медресе бұрынғы кездегі білім ошағы. Шен атақ дәреже, дөп сермесем дер кезінде дес бермеу, жеңілмеу. Балалар, енді өлең бойынша тапсырмаларды орындауға көшейік. Бірінші, әдеби шеңбер әдісі бойынша берілген шумақтардың идеясын анықтаңыз. Берілген шумақтардағы негізгі ақпараттарды анықтаңыз, ортақ ойды табыңыз. Бірінші шумақ. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ержеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Өлеңнің негізгі идеясы жасымда неге ғылым жолына түспедім деп өкінуі, оқу білімді шексіз ардақтауы. Екінші шумақ. Қолымды дөп сермесем өстермедім, адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Негізгі идеясы мансап үшін емес, білу үшін оқу керек, білім арқылы мұратқа жету керек. Осы мақсатпен өз балаларын оқытуы. Үшінші шумақ. Өзімде басқа шауып төс көрледім, қазаққа қара сөзде дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Негізгі идеясы өз заманның ең білгірі, оқымыстысы бола тұра білгенін асынуы. Әр шумақтың негізгі идеясы жас кезден бастап өнер, білім, ғылым үйрену. Ортақ ойы ғылым, ақиқат пен жаңалық, ашушылық, ізгілік. Тірек сөздер ғылым, кеш сермеу, ескермеу, пайдасы, дес бермеу, дөп сермеу. Екінші тапсырмаға көшейік. Ой алаңы. Өлең жолдары берілген Абайдың сынымен өз пікірлеріңізді сәйкестендіріп, болжамды жауаптарыңызды жасай отырыңыздар. Бірінші өлең жолы. Ержеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Абайдың сыны. Жас ұрпаққа ертеңгі өмірдің кем-кетігін бүтіндеу үшін жаңа терең білім алып, келер ұрпақтан үміт күтетінін айтады. Сіздің пікіріңіз. Әр адам өз өмірден өз орнын таба білу керек. Екінші,
Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Абайдың сыны адамның негізгі эстетикалық болмысының бастау көзі ғылымды игеруде жатыр. Соның пайдасын білуге негізделген. Сіздердің ықтимал жауаптарыңызбен біздің жауапты сәйкестендіріп көріңіз. Дүниенің көркін болжау үшін ғылымды игеру керек, оның пайдасын білу керек. Берілген шумаққа сатылай кешенді талдау жасап көрейік. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Болжамды жауаппен сәйкестендіріп көріңіздер. Авторы Абай Құнанбаев. Тақырып ғылым үйрену үшін уақытты босқа өткізбеу. Жанр түрі поэзия. Идеясы ғылым мен білімді адам өзі үшін немесе шен алу үшін ғана емес, халыққа қызмет ету үшін игеру керек. Шумақ 3 бунақты 4 тармақты шумақ. Буын саны 10-11 буынды. Ұйқас түрі қара өлең ұйқасы. Балалар, ойымызды бекіту үшін ары қарай өлеңдегі кейіпкер не үшін өкінеді? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Сіздердің жауаптарыңыз біздің болжамды жауаппен сәйкес келеді деп ойлаймын. Өлеңде кейіпкер не үшін өкінеді? Біріншіден, жастық шағында ғылымның пайдасын білмегеніне. Екіншіден, ғылымның пайдасы өмірдің мәні екеніне үңілмегеніне. Үшіншіден, ғылым үйренетін мезгілдің өтіп кеткеніне. Төртіншіден, білген нәрсесін аз деп ойлауы. Бесіншіден, уақытында ғылым үйренсем деп кеш қалмас едім. Балалар, өлеңді талдап болсақ, үйге тапсырмалайық. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, өлеңін жатқа айту. Осымен сабақ аяқталды. Білім алаңында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.